Айман Қалилаева Айман ба? Саламатсыз ба? Миу апай, қазір сізге бір сілтеме жіберейінші, қазақ тілден чатына жіберіңізші. Свет апай жіберді ма я? Жібермейінше, жақсы жібере беріңіз. Иә, иә. Ақтілек, саған сілтеме жіберейінші, бір мұғалімдер қосылсын, он он бірге сабақ берген әсіресе. Мен саған жіберем, сен мұғалімдеріңе жібересің, математика мұғалімдерінің чатына. Айман апай жоқ сетте.
жаңа рус тілде кіреді. Мен енді барлығын кіріңдер деп жазсам, Гүлшат кірген екен. Айман, сендерге қатысы жоқ деп жазып жіберген ғой. Сендер кірмейсіңдер бұған. Кіре берсінші. Саламатсыздар ма? Көрмеген мұғалімдер мен мектепте көрмей қалған мұғалімдер. Бақтыгүл апай қалайсыз? Кім бар тағы мына жерде? Айман отыр. Бақтыгүл апай. Миу апай қосылды. Қалайсыздар, амансыздар ма? Кеште де бір тыныштық жоқ деймізші. Иә, саламатсыздар ма? Ой, апай, күттік қой. Шай тамақ ішіп алған болсаңыз, кеште обсуждать етіп деп едік қой енді. Өткендегі білесіңдер, барлығымызға қатысты, ол барлығына қатысты. Мында қазір орыс тілден де қосылады, қазақ тілден де қосылады, математикадан да қосылады. Жалғыз сіздер емес, бәріне сілтеме жіберіліп отыр. Түсіндіру мақсатында. Сіздерде көкейіңізде жүрген сұрақтар болса, мысалы өздеріңіздің түсінбей жүрген сұрақтарыңыз болса, емін еркін осында сұрап алуға болады. Бұл енді жаңағы кешкі уақытты пайдаланып, өйткені күндіз семинар қоюға білесіздер, әркімнің сабағы әртүрлі кезде болады. Біздің де өзіміздің жұмыс кезіміз қазір платформамен алысып жатырмыз. Таңертеңнен түске дейін сабақ салдым, мен мұғалімдердің үлгере алмай жатырмыз. Ол арасынша өзіміздің қатысатын сабақтарымыз бар, арасында басқа да жоспарлы жұмыстарымыз бар. Мына таң атса күн батады деген сияқты үлгере алмай жатқандықтан кеште болса да сіздерге ұйымдастыру жөн көріп отырмыз. Ең тиімдісі осы үйде отырып шаруаларыңыз жасап болған болсаңыз еркін қатыса беруге болады. Қазір бізде 5 адам қатысып отыр. Сол барымен айта берек, ақыл, себебі бұл Zoom деген бас аяғы бір 40 минутқа жоспарланған нәрсе. Қазір бұл сөнетте қалады. Қазірдің өзінде бізде 10 минуттаймыз кетіп қалды адамдарды күтемдеумен. Енді біздің қазіргі тақырып сіздерге слайд көрініп тұрған шығар, қысқа мерзімді жоспарлаудың тиімді тәсілдері. Көрініп тұр ғой? Көрініп тұр. Жарайды. Не үшін осы тақырыпта көп қозғалады? Бұл енді мұғалімдердің бірден бір жұмысы, бірақ біз былай қарағанда, сырттай қарағанда оңай болып көрінгенмен, кейде осының өзіне оңай деген нәрсенің өзіне де біз қиналып жатамыз. Неден қиналып жатамыз? Көбіне сабақты осы жоспарлауда кейде қателіктерге жол беріп қоямыз. Жалпы қандай қателіктерге жол қойып жатады мұғалімдер? Ол көбінесе бірінші дайын жоспарды алған жағдайда қателіктер болып жатады. Одан кейін одан бөлек қателіктер көбінесе екінші бір адамның жоспарлаған немесе өзі дайын нәрсені алып қойып алу, сондайдан қателіктер болады. Одан кейін жаңағы оқу мақсатына, сабақ мақсатын шығаруда қиналады. Өйткені әртүрлі өздеріңіз мұғалімдердің арасында әртүрлі тәрізде түсінеді мұғалімдер, және оны әртүрлі жағдайда ұсынады. Бұлай деп айтты, олай деп айтты, менің түсінігімше ол бұлай деген сияқты әркімнің өзінің түсінігімен жеткізеді. Сондықтан ол екінші бір жеткізуші адамға дұрыс жетіп бармайды. Ал ең бірінші қысқа мерзімді жоспарлауда неге мән беру керек? Бұл міндетті түрде сол күнгі сіздің тақырыбыңыздың оқу мақсатына, кодталған оқу мақсатына және сабақ мақсатын шығаруға, және тапсырмалар және бағалау. Мына жерде тапсырмалар плюс бағалау деп тұр, көрген боларсыздар. Енді оқу мақсатын білеміз, ол біз неден аламыз? 399 бұйрық арқылы жасалған күнтізбелік тақырыптық жоспарлаудан аламыз.
күнтізбелік тақырыптық жоспарлауды сіздер егер өзіңіз жасаған жағдайда осы тамыздың ішінде өзіңіз қарап сол мақсатпен танысып соның бәрі шетіне ашып шыққанда ол сіздің көз алдыңызға жатталып қалған болар еді. Бірақ өкінішке орай біздерде бұл көбінесе бұған мән бермей жатады. Біз айтамыз чаттарда жүр, республиканский чаттардан келді деп айтамыз. Ал түп негізі ол қайдан келді, қалай жасалды, ол қайдан аламыз, біз оған мән бермей жатамыз. Енді осы оқу мақсатын дұрыс таңдалған жағдайда, сіздің тақырыбыңызға сәйкес келген жағдайда, онда сабақ мақсатын шығару қиын емес. Ең бірінші оқу мақсаты сіздің тақырыбыңызға сәйкес дұрыс таңдалу керек. Сіз соған мән беру керексіз. 399-шы бұйрықтың бағдарламасында сіздің өзің пәніңіздің қосымшасына сәйкес ол жерде әр 90-ға оқу мақсаттары бөлініп қойылады. Мысалы, 4 дағдыға байланысты мақсаттардың барлығы бөлінеді. Айтылым, тыңдалым, оқылым, жазылым, соның бәріне бөлініп тасталады. Сол мақсаттардың барлығы кіріктірілу керек. Сол мақсаттардың ішінен өзіңізге тиімдісін әу баста қойылған болу керек. Оқу мақсаты дұрыс қойылғаннан кейін онда сабақ мақсатын шығару қиын емес. Ол оңай. Сіз соңғы етістіктерін аударуға болады, немесе соған байланыстырып жазуға болады. Ол қазір қиын емес дейтінім, кітаптың өзінде тұр. Қазір қай сыныпта көрдім мен? 7-ші сыныптарда көрдім. Кітаптың ішінде мақсаттар беріліп тұратын. Сен бүгін мынаны үйренесің деген жазулар шығып тұрады ғой. Сол кодталған оқу мақсатыңыздан шығып тұрған сабақ мақсатыңыз, соны үйлестіріп жазсаңдар болады. Енді сіз тапсырмаларыңызды міндетті түрде анау оқу мақсатына бағытталған қылып алыну керек. Не үшін енді ол плюс бағалау деп тұр? Бағалау критерийде сол сабақтың мақсатына сәйкес келу керек. Басқа бөлек жерден алуға болмайды оны. Енді бағалау плюс кері байланыс. Міне, әр тапсырмадан кейін дескрипторға сай бағалау жүргізу, ынталандыру, бағыт беру, ол кері байланыс. Бізде кері байланысты көбінесе қалай түсінеді? Кері байланысты мен бағдаршам арқылы кері байланыс жүргіздім деп сабақтың соңына апарып қойып жатады. Ал негізінде шындығына келгенде ол кері байланыс бағалаумен бірге жүретін нәрсе, екеуі ажырамас. Ол әр тапсырмада сіз тапсырманы берместен алдын оқушыға не үшін біз дескриптор түсіндіреміз? Кері байланыс алу үшін. Қазір сіз мына тапсырманы орындайсың. Осы тапсырманы мен мына дескрипторға сүйеніп сені бағалаймын. Сен өзіңді өзің бағалайсың. Одан кейін оқушыларды қайтадан тапсырманы орындап болғаннан кейін оқушылар өздеріне балл қояды. Осы жерде мұғалім қателікке жол береді. Қандай қателікке? Ол оқушымен кері байланыс жасамайды. Бірінші тапсырма қалай орындалды? Егер сізде 2 оқу мақсаты болса, сіз сол 2 оқу мақсатына 2 тапсырмада әзірледіңіз дейік. 2 тапсырманың сіз бірінші тапсырманы, бірінші оқу мақсаты бойынша бірінші тапсырмаңыз ұсындыңыз, бірақ сіз бірден екінші тапсырмаға өтіп кете береді бізде. Болдық, мынаны орындадық. Әркім өзіңіз бағалаңыздар, 4 балл қойыңыздар, немесе 3 балл қойыңыздар, 2 балл қойыңыздар дейді де өтіп кете береміз. Бұл жерде кері байланыс жасалу керек. Тапсырманы ұсынбастан алдын бір кері байланыс жасап аласыз. Тапсырманы ұсынғаннан кейін қайта екінші рет бағалау арқылы кері байланыс жүргізесіз. Бақылау парағын қарап отырсаңыз, ол жерде бағалау мен кері байланысты бірге беріп қойған. 8 графа тұр бағалауға байланысты. Не үшін бір графа қойып, ол мұғалім бағалады деп қоя қоймайды. Мұғалімнің бағалауды қалай жүргізгеніне мән беріледі. Оқушыны өзін-өз бағалауға жетелей алды ма, әлде жұптық жұмыста бірін-бірі бағалай алды ма, топтық жұмыс берсе топтар бірін-бірі тыңдап бағалай алды ма, бірін-бірі бағалау, өзін-өзі бағалау деген тұр ғой, соған жетелей алды ма? Ол жерде бірін-бірі тыңдағаны, тыңдаудың өзі, ол да құндылыққа жатады. Жаңа құндылық қайдан кіргізем? Құндылық деген не? Домбыраны берсем құндылық деп жүргендер бар, мысалы асықты берсем құндылық деп жүргендер бар. Олай емес. Құндылық деген кәдімгі тәрбие ғой. Оны
тыңдауға тәрбиелеу, құрметтеуге тәрбиелеу, отанды сүюге тәрбиелеу, мәдениетті сөйлеуге тәрбиелеу, соның барлығы сабақтың өн бойында жүріп отырсақ, ол сіз құндылықтың жүргені. Одан кейін мына әр тапсырмадан кейін міндетті түрде кері байланыс жасау керек оқушылармен. Сіз жинап алуыңыз керек. Егер сіз 3 балдық тапсырма бердіңіз, сол 3 балдық тапсырманың көптеген оқушылар 3 балды орындап, немесе 3 балдың 2 балына түгел қол жеткізсе, сіз онда бір мақсатқа қол жеткіздіңіз деген сөз. Сіз айта аласыз, менде көптеген оқушылар 3 балл, 2 балды жинай алды. Мен 3 балдық тапсырма бердім. Егер 1 балдық 3 балдың 2 балын орындаса, ол біршама түсінді деген сөз. Сол сіздің берген тапсырмаңыз түсінікті, сіздің берген бірінші оқу мақсатыңыз орындалды. Енді екінші тапсырмаңызда да дәл солай тапсырманы дескриптормен бірге ұсынасыз. Одан кейін ұсынып болғаннан кейін сіз қайтадан кері байланыс жинайсыз. Тапсырманы орындап болғаннан кейін оқушы қалай орындады, қалай қол жеткізді, неше деген балға қол жеткізді, өзін өзі қалай бағалады, оның бағалауы шынайы болды ма, осы жерде кері байланыс жасау керек. Не үшін 4 тапсырма, 5 тапсырма алма деп қақсаймыз? Өйткені сіз мұның бәріне үлгере алмайсыз. Сіз тапсырманы оқу мақсатыңызға сай нақты беруіңіз керек, және артынан оны жинауыңыз керек кері байланыс арқылы. Енді оқушы мақсатқа қол жеткізді ме, оны қалай білеміз? Сіз манағы дескрипторыңызды жаңағы жинау арқылы білесіз, бағалау арқылы. Ол оқушылар жаңа сіздің ұсынған балыңызды біршама орындай алса, 6 балл, 7 балл, 8 балл, 9 балл жинай алса, сізде біршама мақсатыңыз орындалған. Егер сіздің сабағыңыздың өн бойында сіз 4 баллмен шектеліп қалсаңыз, 5 баллмен шектеліп қалсаңыз, қысқасы түсінікті қылып айтатын болсақ, онда сіздің оқу мақсатыңыз қол жеткізілмей қалды. Ол кезде сіздің оқушыларыңыз түсінбей қалды, тапсырма түсінікті берілген жоқ, орындай алмай жатыр, оқушының деңгейіне сәйкес болмай жатыр деген сөз. Не оқушыға ол ауыр болып кетті, не оқушы тапсырманы түсінген жоқ деген сөз. Енді соны анықтау арқылы сіз келесі сабағыңызға, өзіңіздің сол кездегі сабағыңызға рефлексия жүргізесіз. Менде бүгін мына оқушылар мынадай бағалай алдым. Оқушылармен сөйлескен кезде, кері байланыс кезінде анықтағаным, оқушылар мынаны үйренді, оған мысалдар келтіре алды, оны жасап көрсете алды. Мына оқушым, 3 оқушым, немесе 4 оқушым, немесе 5 оқушым менің ойлағанымдай жасай алмады. Оларға сондықтан қосымша тапсырма беремін. Төңкерілген сынып әдісімен ол келесі сабақта үй жұмысын сұрағанда манағы үлгере алмай кеткен оқушыңыздан сұраймын деп жоспарлап кетсеңіз болады. Рефлексия деген сол, әрбір сабақтан кейін рефлексия жасап, келесі сабағыңызға қалай жоспарлау өзгеріс енгізесіз, қалай жоспарлайсыз, содан кейінгі бір жоспармен жүрсіз, кейінгі сабаққа сіз қалай кіресіз, міне сол туралы ойлансаңыз болады. Бұл қысқа мерзімді жоспарлауға байланысты қысқаша мендегі айтатыным осы. Сұрақтарыңыз бар ма? Бәрі түсінікті сияқты апай. Әр тапсырмадан кейін кері байланыс алып отыру керек бұл жерден. Иә, міндетті түрде, өйткені сіз бағалайсыз ғой, бағалағанды да Иә. құптеп, сен 4-те, сен 3, болды деп өтіп кете беру керек емес. Ол жерде сізде 2 балл болды ма, ол жерде сіз тапсырманы дұрыс бермедіңіз. Сіздерде айтылады ғой, бақылаудың ішінде былай тұр, мұғалім ішінара өзгеріс керек екенін түсінеді де, сабақтың құрылымын сақтай отырып, өзгеріс енгізеді дейді. Сіз мүмкін ол тапсырманы дұрыс ұсына алмадыңыз, оқушы дұрыс орындай алмады, онда өтіп кете беруге болмайды. Сіз сол тапсырманы басқаша қылып ұсынып көру керек. Бірақ ана оқу мақсаты қашан орындалмағанша сіз сол жерде тұруыңыз керек. Оқу мақсаты орындалу керек. Қысқасы оқу мақсатына қол жеткізу деген сол. Тек жаңағы мысалы бағалауды айтамыз, жаңағы дескриптор деген не дейміз. Көбінесе мен енді өзім көп сабақтарға қатысқаннан кейін білем,
қателіктер неден болады? Тапсырма арт-артынан ұсына береді да, оқушымен ешқандай кері байланыс жоқ. Мұғалім ойлайды, мен жақсы түсіндірдім, жақсы беріп жатырмын, мен сабағымды жақсы өтіп жатырмын, арт-артынан тапсырманы бердім, бүгін жоспарлап келген тапсырмалардың бәрін ұсындым, енді менде қандай кемшілік бар деп ойлайды. Ал шындығында сіздің мақсатыңыз не? Сіздің мақсатыңыз оқушының үйренуі. Сіз берген тапсырманы оқушы қалай орындап тұр? Сіздің берген тапсырмаңыз оларға ыңғайлы болды ма? Күнде әртүрлі тәсіл әкеліп, оқушының миын шірте берудің қажеті жоқ. Бірінші, сол тәсілге баланы дағдыландырып алу керек, жаттықтырып алу керек. Сіздің ұсынайын деп тұрған тапсырмаңызды оқушы білу керек. Тәсіліңізді да қандай тәсілмен берейін деп тұрсың? Ойлан, жұптас бөліс па, топтық жұмыста? Бірінші ойлан, жұптас бөліс деген тәсілдің өзінде де аты айтып тұр ғой, ойлан, жалғыз өзі ойланады. Жұптас екінші адамға айтады. Бөліс, ол топқа қарап кетеді. Сондықтан бірінші тәсіліңізді сықитып алу керек. Бір тәсілге баланы жаттықтырып алу керек. Сол тәсілмен тапсырманы беріп үйретіп болғаннан кейін барып басқа тәсіліңізді енгізе беруге болады. Мысалы, математикада айтады да, біздерде тәсіл қажет емес. Мысалы, біздерде көбіне тақтамен бор математиканыкін мен білем. Математикада тек тақтаға есеп шығарады, бір оқушы шығарады, басқалар көшіреді. Бізде осы қателік кетіп жатыр. Жеке жұмыс қайда? Балаға жеке жұмыс береді, бірақ бір оқушыны кім жазады тақтаға? Сен жазшы. Олардың ойында қатып қалған тақтаға жазбаса болмайды деген ой тұрады. Жоқ, сіз деген дескриптор бердіңіз ғой, жасасын оқушы өзі, сіз жасауына мүмкіндік беріңіз, аралап жүріңіз, қарап жүріңіз, көмек керек па, жеке жұмыс деді ме, сіз тақтаға бір мысалды ғана түсіндіріп беріңіз. Бір оқушы шығып сол жерде біреуін көрсетпес, қалған кезде жеке деді ме, бәрі өздері орындау керек жеке. Біздерде оқушылар көшіріп алуға дағдыланған. Біздің минусымыз осы. Менің сабаққа кіретін кезде көретінім. Ол дайын зат қой, дайын. Біз балаға тек дайын затты беріп отырмыз. Олар ойланбайды, ештеңені ойламайды олар одан ары. Себебі олар ойланғысы келмейді. Себебі екінші біреу шығарып жатыр, оны мұғалім айтып тұр, оны оқушы жазып тұр. Болды ғой, маған да комфорт, сөйтіп біреу жазып беретінін білемін мен. Үндемей отыра беремін, қазір біреу шығады, біреу жазады. Сонымен болды деп ойлап кетемін. Жұмсау керек, оларды оқушыны қалай да жұмыс жасауға бағыттау керек. Біздің мақсатымыз сол дескриптордың да, бағалаудың да, мына сабақ мақсаты деп жатқанның да бәрі бір мақсаты сол ар жағында оқушыны қозғалысқа келтіру. Иә, басқа сұрақ бар ма? Видеоларыңызды ашып жібересіңдер ма? Фотоға түсіріп алайықшы. Әйгерім, Ал, фотоға түсірші сықитып, әдемілеп. Бәрі бәрі видеосын қосты ма? ашып жіберсін, видеосын ашып жіберсін, бәрі түсіріп алайықшы. Өмір бір фотоға түсіп еткенбіз, ұрсып жатыр маған кешегіде. Өмір сонша вебинар, зум өткізесіңдер, бір түйір суретке түспейсіңдер дейді. Ұмытып кете береміз осыны. Ал, түрлеріңді көрсетіңдер бәрі. Көріп тұрма, көріп тұрма. Көрініп тұр сары. Сұрақтарыңыз болса Күшті болып айта отыр беріңдер. Түсініксіз нәрсе болса, не түсінбей жатқаныңыз болса. Мысалы, мына жерде тапсырмалар плюс бағалау деп тұр, бағалау плюс кері байланыс деп тұр. Бұл жерден көп қателеседі апай барлығы. Иә, осы жерден ғой қателесіп кететін, сосын ана сабақ дұрыс шықпай қалады да, соны ренжиді мұғалімдер жаңағы. Мен бәрін дұрыс жасаған сияқтымын ғой деп, бәрін көрсетіп жатырмын. Ол біз мұғалімнің ар жағындағы теориясына күмәніміз жоқ. Дегенмен жаңағы біз мына айтады ғой, мықты теоретиктер бар, бірақ мықты практик емес деп. Негізі мықты жаңағы мұғалім ол мықты практик, жақсы оқушыға түсіндіріп жеткізе алатын және оқушыдан қайта жинай алатын мұғалім ең жақсы мұғалім деуге болады. Мысалы, сіз айттыңыз оқушы, бірақ сіздің сабағыңызда үнемі үш көп, сіздің сапаңыз, білім сапаңыз төмен. Ол жерде сіз баланы кінәлай алмайсыз.
Сіз бір нәрсені дұрыс жасамай тұрсыз. Сіз бір нәрсені дұрыс оқушыға жеткізіп бере алмай тұрсыз. Оқушы сіздің айтқаныңызды ол түсінбей жатыр. Сіздің берген тапсырмаңыз оқушының ойындағыдай болып бармай жатыр деген сөз. Өзгерту керек, тапсырма ұсынуды өзгерту керек. Сіз өзіңіздің тәсіліңізді өзгерту керек. Өзіңізге өзгеріс кіргізу керексіз. Бала түсінбейді емес, түсінеді. Мысалы үйіңде де балаңа дұрыс былай жаса олай жаса десең түсінеді ғой. Елдің алдымызда отырған елдің баласы да сондай, оларға да түсіндіріп жіберсең түсінеді. Біздер де өзіміз қате береміз мәліметтің бәрін, сөйтеміз де олардан дұрыс болуын талап етеміз. Біздікі дұрыс емес қой былай қарағанда. Қосайық әріптестер. Қосып Видеомызды жіберсін, қосайық. түсіріп алсын, суретке түсіріп алсын. Барымен Жазып. түсіре бер, кейін артынан түгел ашылса тағы түсіресің. Жабылып қалды қазір, 9 минут қалды. Ненің аяқталуына. Мен көрініп тұрмын ба? Мен қосып қойған сияқтымын негізі. Көрініп тұрсыз, Бақтыгүл апай, сіз бастан қосылып отырсыз. Көрініп тұрсыз басынан. Иә. Рахмет, құрмет танытып, солай жасап отырғандарыңызға рахмет, тыңдап отырғандарыңызға. Сізге рахмет апай, көп түсіндірдіңіз. Уақыт бөліп. Басқа жеке жалпы сұрай беріңіздер, қайта өздеріңізді қателесіп кеткен тұстарыңыз болса да сұрай беріңіздер. Бізде жаман мұғалім жоқ. Аллаға мыңда бір шүкір, 274 мұғаліміміз де жақсы бізді. Тек қана дұрыс жеткізуіміз керек оқушыларға. Иә, дұрыс қой. Әрбір педагог өзінің шәкірттерінің мықты болғанын қалайды ғой. Иә да, енді солар жақсы оқыса, біз жақсымыз. Бізде бәрі жақсы, егер олар жақсы болса. Тапсырманы түсінікті бере алсақ, кері байланысымыз жақсы жүргізсек, бағалай алсақ, содан артық бізге ештеңе қажет емес. Бір 40 минутымызды 45 минутымызды жақсы өткізсек. Басқа ештеңені талап етпейді. Әкімшілік составта сол сіздерден басқа аспандағы айдап бер деп жатқан жоқ. Дұрыс, әрине. Қазір білесіздер, қысқа мерзім жоспарлауды әр апта сайын тексеріп жатыр. Әр апта сайын тексеріп. Өздеріңіздің де хабарыңыз бар. Ертең Бибі апайдың ашық сабағы бар. Информатика мұғалімдер, басқа да мұғалімдер қатысыңыздар ертең. Таңертең 1-сағат 8-де. Кімде сабақ жоқ, келіп міндетті түрде қатысайық. Бибі апай мықты береді ғой, сабақ деген күшті қылып өткізетін. Бұйырса. Ол менің пәнім емес деген жоқ қой, ондай болмау керек. Ол әр мұғалімнен бір нәрсе үйреніп кетесіз. Дұрыс айтасыз. Иә, дұрыс, әрине. Алып қосатындарыңыз бар ма? Жоқ, бәрі түсінікті болған сияқты. Жақсы. Енді онда ертең саралауға байланысты түсіндіріп жіберейік, кеште. Бүгін енді қазір қысқа мерзім жоспарлау ғой. Енді ертең саралауды қалай береміз? Саралау тапсырмалары деген не? Оны қай жерде қолданамыз? Ертең соны айтайық. Жарайды, күшті. Иә, жарайды, жақсы. Мұғалімдерге өзекті, сондай, дәл осындай уақытта. Бүгін мен кештеу көріп қалдым, себебі мен өзімде ноутбук жоқ, әкелуім керек ноутбукты, оны зумын не жасауым керек, зумына жаңағы настройкасын жасауым керек, мен уақыт алып кетті кішкене, жарты сағаттай. Ертең, егер осы ноутбук тұратын болса, где-то 8:30-дарға ертерек ұйымдастырып жібереміз. Ертеңге сол саралауға дайындаламын мен. Рахмет апай, көп. Жақсы, рахмет апай. Жақсы. Рахмет. Әйгерім, түсіріп алдың ғой суретке? Иә, суретке түсірдім. Жіберем. Жақсы, Рахмет, сау болыңыз. Рахмет, ал әріптестер. Иә, сау болыңыз. Рахмет өзіңізге де.
шығып кете беруге болады. Мен записім сақталып жатыр, қазір алып алайын жүктеп оны.